1000-нан аса тұрғыны бар Рудничный ауылының азаматтары да саяси науқанға бір кісідей ат салысты. Текелі қаласына қарасты бұл елді мекен халқы таңнан мал жайын реттеп, сайлау учаскесінде өз таңдауын жасауда. Тау етегіндегі Рудничный ауылындағы номері 1039 сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауын жасағанның бірі Сәбит Ақсақал 14 жыл бұрын осы аталған елді мекенге қоныстаныпты. Айтуынша, бұл сайлау ауыл халқы ғана емес, барша халыққа бірдей маңызды. Себебі барлық нәрсе ауылдан өнеді, ауылдан шығады. Сол үшін де әкімі жақсы болу керек дейді қария. Әкімге дауыс бердім. Бұна халықтық жұмысты, бұдан кейінгі ауылдың барлық қызметтерін жақсы көркейтіп алып жүруін үміт етеміз әкімдер. Адамның өзінің азаматтық борышы осы отан көдестесі болған кейін халыққа басшылық еткен адамдарды сайлап енді әзір масына болып отыр ғой. Сол үшін де әрқандай адам өз таңдауыменен сайлауға жақсы қатынасу керек деп ойлаймын. Қалмау керек деп ойлаймын. Бос ойламасын деп ойлаймын. Ел тәуелсіздігін алғаннан бері ауыл әкімдерін сайлау алғаш рет өтіп жатыр. Жаңа саяси реформа демократиялық белестің жаңа сатысы. Сондықтан да халыққа ел бесігінің әкімін тағайындау мүмкіндігі туып отыр. Маңызды сәтте шет қалмай ат салысып жатыр. Округ бойынша 1140 тұрғын бар. Оның 733-і дауыс беруге құқылы. Жалпы кандидаттар саны 3-еу, оның 2-і жергілікті тұрғындар болса, 1-і Шығыс Қазақстан облысы Тумас екен. Анда сайлаушылар белсенділіктерін танытып жатыр, барлықтары келіп өздерінің дауыстарын беріп жатыр. Бүгінгі сайлау шынайы өтетінге сенімдімін. Құқық бұзушылық қандай болған жоқ. Жаңағы избирательный комиссиямыз өз жұмыстарын, нақты жұмыстарын жүргізіп жатыр. Тұрғындардың айтуынша ауылда барлық жағдай жасалған. Су, жарық, көгілдір отынмен қамтылған. Зейнет жасындағыларға бәрі жақсы, тек жастарға жаңа жұмыс орындары керек дейді. Айта кетейік, сайлау учаскесі комиссиясында 5 адам тұрғындарға қызмет істеп жатыр. Барлық санитарлық, эпидемиологиялық талаптар сақталған. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу арнасы.